Назерке анасына: "Жоқ, мама, мен ермекті жақсы көремін, бірақ оған тұрмысқа шықпаймын, көндірмеші мені" деді. Гүлмира таңғалып: "Қалайша тұрмысқа шықпайсың? Ол саған ұсыныс жасады ғой", деді. Назерке: "Иә, жасады, бірақ не бопты?" деп жауап берді. Гүлмира: "Сен өзің айттың ғой, бірден бас тартпағанымды ойланамын" деп жауап бердің. "Мен дұрыс түсіндім бе?" деп сұрады. Назерке: "Иә, мен ойландым және оған тұрмысқа шықпауға шештім" деді. Осылай деп анасына дәмді таңғы ас үшін тағы да рахмет айтып, ас үйден шығып кетті. Гүлмира күйеуі Досжанға қатал қарап: "Бізге серьезно сөйлесу керек. Біздің қызымыз не ойлап жүргені белгісіз, рахметсіз", деді. Досжан ашуланып: "Сол ғой, оның болашағы, балаларының болашағы, біздің болашағымыз оны мүлдем мазаламайтындай. Біз оның ата-анасы ретінде бірдеңе істеуге міндеттіміз" деді. Досжан серьезно сұрады: "Не ұсынасың?" Гүлмира: "Назеркені ермекке тұрмысқа шығуға көндіру керек. Сен олардың некесіне қарсы емесің деп үміттенемін." Досжан таңғалып: "Не дейсің сен, Гүлмира? Мұнда қандай қарсылық болуы мүмкін? Сен білесің ғой, мен де сен сияқты ермекке сүйсінемін. Мен басқа күйеу бала туралы ойлағым да келмейді. Егер Назерке оған тұрмысқа шықса, біз барлық мәселемізді шешеміз түгелдей." Оның үстіне ермек Назеркені сүйеді және оған ұсыныс жасады. "Неге ол оған тұрмысқа шығудан бас тартады?" деді. Гүлмира басын шайқап: "Түсінбеймін. Ол жас, әдемі, қоғамда жоғары лауазымды қызмет атқарады, жақсы табыс табады, Алматының орталығында үлкен пәтері бар. Біз сен екеуміз қызымызға осындай күйеуді армандадық қой" деді. Досжан ашуланып: "Гүлмира, мәселеде сонда. Өзін сыйлайтын, тек өз бақытты болашағын ғана емес, ата-анасының бақытты болашағын да ойлайтын қызға тағы не керек? Әйтпесе, біз оны не үшін өсірдік? Не үшін тамақтандырдық, киіндірдік? Егер ол оған ұнамаса бір жөн, бірақ ұнайды ғой. Оның үстіне ол тіпті оны жақсы көреді", деді. Гүлмира ойланып: "Онда тіпті түсінбеймін. Мүмкін мәселе оның анасында шығар, онымен қарым-қатынасы жақсы емес. Маған белгілі болғандай, Меруерт ұлының біздің қызымызға үйленуіне қарсы. Біз онымен бірінші рет танысқанда ол мұны бірден түсіндірді" деді. Досжан ашуланып: "Бірден? Әрине, ол қарсы болады. Оның орнында мен де қарсы болар едім және бірден түсіндірер едім. Өзің ойлашы, оның ұлы қайда, біздің қызымыз қайда? Бұл жер мен көктей. Біреуі ұшады, біреуі жорғалайды." Гүлмира: "Бірақ, Досжан, сен дұрыс айтасың, Назерке шынымен ермекті жақсы көреді, бірақ оған тұрмысқа шығуға асықпайды. Мәселе оның анасында емес, онымен қарым-қатынасы жақсы емес. Назерке ермектің әлі отбасылық өмірге дайын емес деп санайды" деді. Гүлмира ашуланып: "Бұл не деген бос сөз? Жақсы көретін адамыңның отбасылық өмірге дайындығы туралы қалай айтуға болады? Бұл абсурд. Сені немесе мені алайықшы, біз жақсы көретін адамның некеге дайындығы бізге бәрібір емес пе?" деді. Досжан келісіп: "Келісемін, абсурд. Бірақ Назерке маған кеше ғана осыны айтты." Гүлмира таңғалып: "Өмірімде бұдан ақымақтық естіген емеспін. Отбасылық өмірге дайын емес. Кеше айттың ба? Неге мен бұл туралы енді ғана біліп отырмын?" деді. Досжан: "Сені ренжіткім келмеді. Біз қолды түсіріп, берілмеуіміз керек" деді. Досжан: "Естисің бе, біздің бақытты болашағымыз үшін біз қол қусырып отырмауымыз керек. Біз әлі жаспыз, көп нәрсеге үлгереміз. Келісесің бе?" "Келісемін, әлі көп нәрсеге үлгеру керек. Ал сен қалай ойлайсың, Досжан?" "Біз бұл бағытта жұмысты жалғастыруға және ақырында жалғыз қызымызды ермекке тұрмысқа шығуға көндіруге міндеттіміз. Міндеттіміз. Әйтпесе, қалай өмір сүретінімізді елестете де алмаймын." "Келісемін, бұл өмір емес, карикатура болады. Бірақ Назеркені қалай көндіреміз, егер ол қаламаса?" "Оңай болмайды, дәл солай.
Қиын болады, бірақ егер тырыссақ, бәрі сәтті болады. Мұндай істе бір тырысу аз, деді Досжан. Қандай да бір арнайы құралдар мен әдістер керек. Мұндай істе кез келген құрал мен әдіс жарайды. Қулық, өтірік, қорқыту және т.б. қажеттіге жету үшін бәріне баруға болады. Нақты не айтқым келеді? Мен бәрін нақты айтқым келеді. Мысалы, қызымызға біздің жақсы денсаулығымыз соған байланысты деп өтірік айтуға болады. Бұл жақсы деп келісті Досжан. Оның үстіне, бұл өтірік те болмайды. Біздің жақсы денсаулығымыз шынымен соған байланысты. Оны қорқытуға да болады. Қалай қорқытамыз? Егер қазір тұрмысқа шықпаса, ешқашан шықпайды деп айтуға болады. Дұрыс деп келісті Гүлмира. Қазір ол небәрі 23-те, ал біраз уақыттан кейін 30-дан асып кетеді. Оның үстіне, егер ермекке тұрмысқа шықпаса, біз оны мұрадан айырамыз деп айтуға болады. Мұра туралы асықпаған жөн, деді Досжан. Біздің оған қалдыратын ештеңеміз жоқ, ал пәтердің 3/3 оған тиесілі. Келісемін, онда немен көндіреміз оны тұрмысқа шығуға? Немерелерімізді армандайтынымызды және сол бақытты күнге дейін өмір сүрмей қалудан қорқатынымызды айтайық. Дұрыс, біздің көп қалмағанын, оны сезіп жүргенімізді айтайық. Оған бірдеңе уәде етуге де болады. Не уәде етеміз? Досжан алысқа қарап, бәрін уәде етуге болады. Бастысы, ол ермекке тұрмысқа шықсын. Ең соңғы шара ретінде, біздің үйімізде оған шыдатқысыз жағдай жасаймыз, деді. Шыдатқысыз жағдай, бұл дұрыс. Және күн сайын, Гүлмира, әрбір күні біз оның миын жеп, жалынып жалбаруымыз керек, деп түзетті әйелі күйеуін. Дұрыс, жалынып жалбаруымыз керек қызымызға, біздің өмірімізді бұзбау үшін, жай ғана өзін қолға алып, ермекке тұрмысқа шығу үшін. Құдайым-ай, Назерке бұл жерден көшіп кеткенде, біздің қандай жақсы өмір сүретінімізді елестетсем, бақыттан жылағым келеді. Мен де солай, деді Досжан. Бұл пәтер біздің иелігімізге өткенде, және біз ақыры барлық мәселемізді шешкенде, бақыттан жылағым келеді. Айтпақшы, деп қуанып айқайлады Гүлмира. Керемет ой. Кезекпен жылайық, бір күн сен, бір күн мен. Жарайды, деп келісті Досжан. Жылайық. Егер жақсы сөзді түсінбесе, мүмкін ата-ананың көз жасы әсер етер. Оның үстіне көз жасы тазартады және жақсартады. Міне, ата-анасы ойлағандарын жүзеге асыра бастағанына бір ай өтті. Олар қиялдары тудырған кез келген әдіс пен амалды қолданудан тайынбады, әсіресе жылаған кездері қатты тырысты. Ақырында Назерке ата-анасының эмоционалдық және психикалық денсаулығына қатты алаңдап, ермекке тұрмысқа шығуға келісті. Көз алдымда дамымай бара жатыр деп ойлады ол. Мұндай болуы мүмкін екенін тіпті ойламаған еді. Тағы біраз уақыттан кейін мүлдем кішкентай балаларға айналып кететін шығар. Күні бойы жылайды, тіпті әкесі де. Мүмкін, ермек маған көрінгендей жаман емес шығар. Жарайды, егер олар қатты қаласа, шығамын, ең соңғы жағдайда ажырасып кетемін, деп ойлады Назерке. Назерке ата-анасының көзінше ермекке қоңырау шалып, оның әйелі болуға келісетінін айтты. Ал ермек бұл қуанышты жаңалықты бірден анасына жеткізді. Мама, Назерке менің әйелім болуға келісті. Бұл бақыт қой. Неге келісті? Деп таңғалды Меруерт. Мама, сен мені таңғалдырасың. Назерке мені сүйеді, мен оны сүйемін. Оның менің әйелім болуға келіскенінен не ғажап. Бірақ Меруерт ұлын тыңдамады, оның не айтып жатқаны бәрібір еді, ол өз ойымен жүрді. Оны ата-анасы көндіргені анық деп ойлады Меруерт дауыстап. Оның ата-анасының бұған не қатысы бар? Деп таңғалды ермек. Олар біздің есебімізден өз мәселелерін шешкісі келеді. Қандай мәселелер, мама? Бос сөйлемеші, сен әрдайым адамдардан жамандықты көресің. Олар ажырасып, пәтерді айырбастағысы келеді, деп жауап берді Меруерт. Міне, сондай мәселелер. Ал Назерке оларға бұған кедергі келтіріп тұр. Олардың ажырасқысы келетінін қайдан алдың? Ойдан шығармашы. Назеркенің ата-анасы бір-бірін жақсы көреді. Жақсы көреді деймісің? Мені күлдірмеші.
Онда ешқандай махаббат жоқ. Мен мұны бірінші танысқанда-ақ түсіндім. Мама, менің ойымша, сен артық ойлап жүрсің. Ештеңе ойлап жүргенім жоқ, іс жүзінде солай. Бірақ тіпті бұл да Назеркені саған тұрмысқа шығуға келісуге мәжбүрлемеуі керек еді. Мен оның ақылдырақ деп ойладым, өкінішке орай, қателестім. Өкінішті. Үйленуімізге кедергі келтіру үшін ештеңе істемейсің деп үміттенемін. Құдай сақтасын, сендердің өмірлеріне араласып, кейін өздерің жасаған ақымақтықтарың үшін жауап беруден сақтасын. Осы ғана жетпей тұр еді. Сендердің өмірлерің өздерің шешіңдер. Мама, сенің ойыңша, менің Назеркемен махаббатым ақымақтық па? Сендердің махаббаттарың ақымақтық емес, бірақ үйленуге шешім қабылдағандарың нағыз ақымақтық. Назеркенің маған жақсы әйел болатынына сенбейсің бе? Сенбеймін. Неге? Себебі жақсы күйеу бола алмайтын еркектің жақсы әйелі болуы мүмкін емес. Ол мұны түсінді, бірақ шамасы ата-анасының көндіруіне қарсы тұруға күші жетпеді. Менің үлкен өкінішіме орай. Сен қызық анасың, екі ғашық жүректің өмір жолында бірге жүру үшін қосылғанына өкінесің бе? Және ақыры той өтті. Ақыры біз сен екеуміз ажырасамыз деді Гүлмира күйеуіне. Әйтпесе шыдайтын күшім қалмады. Мен де деп жауап берді Досжан, тіпті сенгімде келмейді. Қызымыздың бөлмесіне кім көшеді, сен бе әлде мен бе? Бәрібір, біз жақында 2 бөлмелі пәтерімізді 2-1 бөлмеліге айырбастаймыз. 2-1 бөлмеліге қосымша төлемсіз шықпайды. Ермектен ақша сұраймыз. Егер бермесе, қарыз қаламыз. Ол бізге бас тартпайды деп сенемін. Ғашық жандар жомарт болады. Біздің сүйіскен кездерімізді есіңе түсірші. Досжан ойланып қалды, бірақ ештеңе есіне түсіре алмай әңгімесін жалғастырды. Қызының бай күйеуінен қарыз алу жақсы деді ол армандап. Неге жақсы? Деп түсінбеді Гүлмира. Себебі қайтаруға асықпауға болады. Дұрыс деп біраз ойланып келісті Гүлмира. Ертесіне-ақ олар Ермекке барып, пәтерді айырбастауға қажетті ақша туралы сөйлесті. Мәселе емес деді Ермек, қанша керек? Гүлмира соманы айтты. Оңай деді Ермек, бірақ бүгін емес. Қазір менде бәрі тойға кетті. Бірақ егер пәтерді айырбастауға асықпасаңыздар, және күте алсаңыздар, біраз уақыттан кейін мен сіздерге бұл ақшаны бере аламын. Қанша күту керек? Деп сұрады Досжан. Небәрі 1 жыл. Досжан әйеліне қарады. Біз күтеміз бе? Деп сұрады ол. Күтеміз деп жауап берді Гүлмира. Ол небәрі 1 жыл ғой, біз одан да көп күттік. Ал 1 жылдан кейін Ермек мен Назеркенің ұлы дүниеге келді. Көп ұзамай Ермектің басқа әйелмен, Ботагөз есімді әйелмен серьезно қарым-қатынаста екені белгілі болды. Назерке опасыздықты білген соң баласын алып Ермектен кетіп қалды. Мейлі, деп айқайлады Ермек, Назерке үнсіз заттарын жинап мәңгілікке кетіп бара жатқанда. Кетіңдер. Мен бұған мүлдем өкінбеймін, керісінше, бақыттымын. Сол күні Назерке кеткеннен кейін Ботагөз оған көшіп келді. Ал Назерке ата-анасына қайтып келді, бірақ ата-анасы қызының және немересінің қайтып келгеніне қуанбады. Назерке, сен не істеп жүрсің? Деп айқайлады Гүлмира. Біз бүгін күйеуіңнен пәтерді айырбастауға ақша сұрауға бара жатыр едік. Қандай айырбастау, ата-ана? Сіздер не туралы айтып жатырсыздар? Ең қарапайым пәтер айырбастау деп жауап берді Досжан. Сенің анаң екеуміз бір-бірімізді көптен бері жақсы көрмейміз, ажырасуға жиналдық, бөлек тұрдық және 2 бөлмелі пәтерді айырбастап бөлек кетуді жоспарладық. Ал мына жерде осындай тосын сый, кімнен? Өз қызымыздан. Нағыз Шекспир. Мен өзімді король-лердей сезінемін. Есіңде болсын, Назерке деді Гүлмира, егер сен балаңмен осында тұруды ойласаң, онда оңай өмір болмайтынына дайын бол. Маған қонақтар келеді, әкеңе де. Сен мұнда қалай тұрасың, Назерке, оның үстіне балаңмен? Ол үнемі жылайтын шығар.
Біз сенің анаң екеуміз сенің бұл жерден тезірек кетуің үшін қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз. Досжан қостап қайда кетеді? Деп түсінбеді Назерке күйеуіне ме? Атанасы бір ауыздан айқайлады. Қызым, күйеуіңе қайтудан басқа амалың жоқ. Ермекке қайтпаймын, ол мені алдады деді Гүлмира. Ой, қайғысы не? Деді Досжан, қазір бәріне оңай емес, еркектердің әлсіздіктеріне түсіністікпен қарау керек, әсіресе бұл сенің күйеуіңнің әлсіздігі болса. Анаң сияқты үлгі ал, қызым, сонда бәрі жақсы болады. Назерке анасына қарады. Сіз әкемнің алдауын кешірдіңіз бе? Иә, қызым, кешірдім, өйткені отбасының амандығын өз намысымнан немесе басқа нәрседен жоғары қойдым. Тәкаппарлық, қызым, күнә деді Досжан. Әке, мақтаныш пен тәкаппарлық бірдей емес пе? Қалайша бірдей емес? Міне солай, әртүрлі нәрселер. Бірақ мен сіздерді түсіндім, бұл жерде сіздер маған өмір сүргізбейсіздер. Сүргізбейміз, қызым, тіпті үміттенбе деді Гүлмира. Қонаққа келуге рұқсат, қашан қаласаң да тіпті айына бір рет болсын, бірақ алдын ала ескерт. Мен мүмкін қазір ғана өзімді нағыз әйел сезінген шығармын, ал мен еркекпін. Сен бәрін бұзғың келе ме? Осылай Назерке тек өзі туралы ойлауға бола ма? Атанаң туралы да ойла, біз енді жас емеспіз. Назерке кетіп қалды, Құдайға шүкір деді Досжан қызының артынан есікті жауып жатып. Үміттенемін, ол ақымақтық жасамайды және күйеуіне қайтады деді Гүлмира. Оған күйеуінен басқа қайда барады? Деп жауап берді Досжан, оның үстіне баласымен. Гүлмира, уайымдама, бізге қазір өзіміз туралы көбірек ойлау керек. Иә, деп тез келісті Гүлмира күйеуімен. Бір жыл өтті, ертең Ермекке ақшаға баруға болады. Ертең барамыз. Бірақ олар қателесті. Назерке ата-анасының үйінде қалмаса да күйеуіне де қайтпады. Ол жаңа өмір бастауға шешім қабылдады. Ол үшін басқа қалаға кетіп, ол жерден бөлме жалдап, жұмысқа орналасты. Ал Назеркенің қайда кеткені және қайда тұратыны туралы ешкімге хабарламады. Сіздің қызыңыз менің үйімнен нағыз нахалдықпен қашып кетті деді Ермек Назеркенің ата-анасына, олар ақша сұрауға келгенде. Ол мен енді оның күйеуі емеспін деді. Ал кеше ол саған қайтып келмеді ме? Деп сұрады Досжан. Жоқ деп жауап берді Ермек, кеше мені тастап кеткеннен бері мен оны көрген жоқпын, және оның қайда екенін білмеймін. Дәлізге ботагөз шығып, Гүлмира мен Досжанға жирене қарады. Сіздер бұл жерге енді келмеңіздер деді ол қатал дауыспен. Және ақша сұрамаңыздар. Ермек енді мені сүйеді, ал сіздің қызыңыз, оның қате өткені. Гүлмира мен Досжан подъезден шығып, асықпай метроға қарай беттеді. Міне, Гүлмира, осыдан кейін қыздарды тәрбиеле. Рахмет сіздер. Деді Гүлмира күйеуінен кетіп қана қоймай, қайда екенін де айтпады. Оның келісімінсіз біз пәтермен ештеңе істей алмаймыз. Қанша күш, қанша қаражат оның тәрбиесіне кетті деп күрсінді Досжан, бәрі бекерге кетті. Өтіп бара жатқан жанашыр адамдар Досжан мен Гүлмираның көзіндегі жасты көріп, бәрі жақсы ма, көмек керек пе деп сұрады. Сіз бізге қалай көмектесе аласыз? Деп сұрады Досжан, егер туған қызы үйден қашып кетіп тіпті мекен жайында қалдырмаса. Оның үстіне ол бізді өте көп ақшадан айырды деп қосты Гүлмира, және біз енді қалай өмір сүретінімізді білмейміз. Құдайым-ай! Деп айқайлады жанашыр өтіп бара жатқандар. Мұндай сұмдық болуы мүмкін бе? Балалар өз ата-анасына осыншалықты қатыгездікпен қарай ма? Бұл жабайылық. Біз мұндай нәрселердің бәрі алыс өткенде қалды деп ойлағанбыз, ал мына жерде бір ортағасырлық жағдай. Бөгде адамдардың сөздері Досжан мен Гүлмираны жұбатса да, ол қысқа мерзімге ғана болды. Ал бір аптадан кейін Меруерт Ермек мен Назеркенің ажырасқанын білді. Міне, мама, танысыңыз деді Ермек Меруерт қонаққа келгенде. Бұл ботагөз, мен енді оны сүйемін. Ал Назерке қайда? Деп қатал сұрады Меруерт, және менің немерем қайда?
Біз білмейміз, деді Ботагөз. Қалай болғанда да, Ермек онымен ажырасып, маған үйленеді, ал мен оған басқа ұл немесе қыз туып беремін, ол жағы көрінеді. Ботагөз Меруертке жақсы әсер қалдыруға тырысты, ал Ермек анасының Назеркемен ажырасқанына қатты қайғырмайтынына және оны қолдайтынына сенімді болды. Сен өзіңде Назеркемен біздің некемізді құптамадың ғой, деді ол. Құптамадым, деді Меруерт Ермектен Ботагөзге қарап ойланып. Міне, сондықтан сіздің ұлыңыз сізді қуанту үшін онымен ажырасты, деп қуанып хабарлады Ботагөз. Ал ол маған үйленгенде мен сізге жақсы келін боламын. Мен одан ешқайда қашып кетпеймін, мекен жайымды қалдырмаймын, сенімді болыңыз. Сенімдімін және дұрыс істейсің. Біз ешқашан ұрыспайтынымызға сенімдімін. Ешқашан, ал уақыт өте келе ең жақын құрбыларға айналамыз. Қазір жүрегім айниды, деді Меруерт ақырын. Не? Деп естімеді Ботагөз. Бірақ Меруерт оны тыңдағысы келмеді және іске көшті. Қысқасы, балам, деді ол қатал дауыспен, сенің бұл қылығыңды құптамаймын және Назеркені қайтаруға 1 ай мерзім беремін. Егер орындамасаң, өзіңнен көр. Бұл ешқашан болмайды, мама, деп мақтанышпен жауап берді Ермек. Мен сіздің орныңызда, Меруерт, әкеңіздің атын білмеймін, ұлыңызбен сәл кішіпейілдірек сөйлесер едім, деді Ботагөз. Сенен ешкім сұраған жоқ, деп жауап берді Меруерт. Және менімен ұрсудың сізге ешқандай қажеті жоқ, деді Ботагөз. Ұлыңыз сіз бен менің арамызда таңдау жасамау үшін. Ал мен неге екенін білмеймін, бірақ ол мені таңдайтынына сенімдімін. Қызық, неге? Мүмкін, Ермек мені сүйетін және мен үшін бәріне дайын болғандықтан шығар. Сіз қалай ойлайсыз, бұл рас па, Ермек? Деп сұрады Меруерт. Сен шынымен Ботагөз үшін бәріне дайынсың ба? Бәріне ме, тіпті одан да көпке ме? Мама, сен естідің ғой, мен оны сүйемін, бәрі осымен айтылды. Енді осы маған жағымсыз әңгімені тоқтатайық. Назеркенің қайда кеткені және тіпті мекен жайын қалдырмағаны менің кінәм емес. Қалай болғанда да, бұл менің мәселем емес. Мен сені түсіндім, балам. Жақсы, сендер Ботагөз екеуің бәрін ойластырып, бәріне дайын екендерің. Меруерт кеткеннен кейін Ермек біраз уақыт дәлізде үнсіз тұрып, бір нәрсе туралы ойлады. Уайымдама, деді Ботагөз сенімді түрде, мен бәрі жақсы болатынына сенімдімін. Сенің анаң саған қанша ашуланса да, ол кез келген жағдайда сенің жағыңда қалады. Ермек Ботагөзге нәзік қарады. Рахмет саған, сүйіктім, деді ол. Сен мені тыныштандырдың. Әйтпесе, мен бірдеңеге алаңдап қалдым, анам маған ренжіді деп ойладым. Бірақ сенің сөздерің барлық уайымымды сейілтті, мен қайтадан бақытты сезінемін. Жүр, бір жерге барып кешкі ас ішейік, мен қатты ашықтым. Ал келесі күні таңертең, Ботагөз Ермекті жұмысқа шығарып салғаннан кейін, 2 сағат өткен соң, ол үйге қайғылы хабармен оралды. Мені жұмыстан шығарды, сүйіктім, деді ол пәтерге кіріп мұңайып. Сені қалай жұмыстан шығаруы мүмкін? Деп таңғалды Ботагөз, сен өзіңнің фирмаңның бас директорысың ғой. Мәселеде сонда мен енді ешқандай директор емеспін, деп жауап берді Ермек. Мені жұмыстан шығарды. Жұмыстан шығарды ма? Сені кім жұмыстан шығаруы мүмкін? Бұл фирма сенің әкеңе тиесілі ғой, сен маған өзің солай айттың. Деді Ботагөз таңғалып. Иә, айттым, бірақ әкем емес, анамның күйеуіне тиесілі, дедім. Ал анаңның күйеуі сенің әкең емес пе? Жоқ, Ботагөз, бәрі басқаша. Менің нағыз әкем мен анамды мен туғаннан кейін көп ұзамай тастап кетті, содан кейін анам онымен ажырасты. Ал 10 жыл бұрын ол басқа біреуге тұрмысқа шықты, бүгін ол неге екенін білмеймін, мені жұмыстан шығарды. Бірақ бұл әлі ең қорқыныштысы емес. Біз тұрып жатқан пәтер анама тиесілі. 1 сағат бұрын ол маған қоңырау шалып, пәтерде мен де, сен де болмауымыз керектігін айтты. Ал сен қайда тұрасың? Тіркелген жерім бойынша өз әкемнің пәтерінде. Өкінішке орай, Ботагөз, мен сені ол жерге шақыра алмаймын. Пәтер кішкентай, 2 бөлмелі, үшеумізге онда тым тар болады.
Кешір, бірақ бізге қазір заттарымызды жинап кетуге тура келеді. Жақында жаңа иелері келеді, ал анам олар келгенше біздің екеуміздің де иісіміз болмауы керектігін айтты. Сенен қатты өтінемін, Ботагөз, заттарымды жинауға көмектесші. Менде олар өте көп, бірақ жаңа иелері келгенше үлгермей қаламын деп қорқамын. Сонда барлық затым көшеде қалады. Менің басқа істейтін ештеңем жоқ, сенің затыңды жинаудан басқа. Неге мен саған байланып қалдым? Жарты жыл өмірімді саған арнадым, сәтсіз. Не дейсің сен, Ботагөз? Ал біздің махаббатымыз қайда? Сені жек көремін, қолымды ал менен, және жалпы менен аулақ жүр, әйтпесе өзіме жауап бермеймін. Ботагөз заттарын жинап кетіп қалды. Ал біраздан кейін Ермекке туған әкесі келіп, оған заттарын жинауға көмектесті. Рахмет, әке, деді Ермек, сен ғана менде қалдың, анам да менен теріс айналды. Оқасы жоқ, балам. Саған шынымды айтсам, егер анам болмаса, мен келмес едім, не істеуім керек еді? Бірақ анаң мені келуге мәжбүрледі. Қалайша ол мұны істеді, әке? Ол маған қоңырау шалып, егер мен саған көмектеспесем, ол менің және сенің пәтеріміз үшін төлемейтінін, және мені ай сайынғы 5000 рубль көлеміндегі жәрдемақыдан айыратынын айтты. Сіз әлі еш жерде жұмыс істемейсіз бе, әке, және әлі күнге дейін анамның мойнында отырсыз ба? 50 жаста жұмыс табу қиын, балам, ал сенің анаң мұны пайдаланып менің жүйкемді тоздырады. Ал сен кездейсоқ бұл жерде енді кім тұратынын білмейсің бе? Кездейсоқ білемін. Сенің анаң бұл жерде сенің әйелің мен ұлың тұрады, деді. Бұл пәтерді ол оған сыйға тартпақшы. Неге олар бұл жерде тұрады, әке? Деп айғайлады Ермек, бұл әділетсіздік. Әділетсіздік, балам, бірақ сен не туралы айтып тұрсың, қандай әділеттілік? Сен оны қайдан көрдің, сол әділеттілікті? Міне, мен саған қазір әділеттілік деген не екенін айтып беремін. Сенің анаң туралы сөз болғанда. Сен мені қорқытып жатырсың, әке. Оқиға шынымен қорқынышты, балам, бірақ сенде оны тыңдауға батылдық жететініне сенімдімін. Мүмкін керек емес шығар, әке. Керек, балам, тыңда. Көзімді жұма тұрайыншы, солай маған оңайырақ болады. Жарайды, балам. Ермек көзін жұмып, тыңдауға дайындалды. Білесің бе, балам, мен сенің анаңнан кетіп, 2 жылдан кейін қайтып келгенімде, анаң мені кешірмеді, және менімен бәрін басынан бастаудан бас тартты. Мен бұл туралы бірінші рет естуім, әке. Анам маған мұндай ештеңе айтқан жоқ. Бұл рас па? Ол сенімен осылай істеді ме? Иә, балам. Мен кімге айналғаныма қарашы, бұрынғы әйелімнің бергенімен күн көріп жүрмін. Бірақ бұл қатыгездік. Қатыгездік. Ал сен әлі де бір әділеттілікке шақыруға батылың бар ма? Әділеттілікті ұмыт, өйткені сенің анаң туралы сөз болғанда, әділеттілік туралы сөзде болуы мүмкін емес. Әкесі айналасына қарады. Біз заттарды жинап біттік, деді ол. Бәрін, деп жауап берді Ермек. Жолға отырып алайық. Отыратын уақыт жоқ, балам. Әкесі сағатқа қарады. Сенің анаң осы уақытқа дейін біздің пәтерде болмауымыз керектігін айтты. Қазір оның адамдары келіп, бұл жерді ретке келтіреді. Сен, балам, олар бізбен салтанат құрмайтынына сен, сондықтан бізге бұл жерден тезірек кету керек. Жүр, әке. Ал Меруерт Назерке мен немересін іздей бастады. Бұл оңай болмады, бірақ ақырында ол оны тауып, күйеуі қуып шыққан пәтеріне қайтуға көндірді. Егер Назерке қайтып келсе, ол бұл пәтерді оған және немересіне сыйға тартатынын уәде етті. Назерке келісті, бірақ Меруерт оны Ермекке қайтуға көндірмейтін, және олардың ажырасуына кедергі келтірмейтін шартымен. Меруерт келісті, бірақ Назерке қайын-енесінің неге оның жағына шыққанына қызықты. Сонда Меруерт Назеркеге өз өмірінен оқиға айтып берді. Сөйтсе, оның бірінші күйеуі, Ермектің әкесі, оған Ермек Назеркеге қалай жасаса, солай жасаған екен. Ал Меруертке, Назерке сияқты, қайын-енесі көмекке келген екен.
Оқиғаны соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет. Осы оқиға туралы пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Арнаға жазылып, бұл видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бұл бізді күн сайын жаңа оқиғалармен жұмыс істеуге ынталандырады. Экраныңызда пайда болатын келесі оқиғаны жіберіп алмаңыз. Біз сіздермен болғанымызға өте ризамыз. Осы видеоның сипаттамасында сіз барлық оқиғалардың каталогын аша аласыз. Кездескенше.